Жұрт үшін жан ұшырып жүретін мамандардың табысы тым төмен. Фельдшерлердің айлығы көтеріледі ме? Осы және өзге де өзекті ақпараттар дәл қазір. Армысыздар ардақтты көрермен, тікелей эфирде күндізгі жаңалықтар, студияда Еркінай Өмірбекқызы. Аспаннан түскен белгісіз зат ұлытаулықтардың зәре құтын қашырды. Ол Байқоңырдан ұшырылған зымыранның бөлшегі екен. Ракетаның тұмсығын қара түскен, жолда жатыр ғой. Әуеден құлаған металл затқа қатысты жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігі түсініктеме берді. Бұл 27 қараша күні Байқоңыр ғарыш айлағынан ұшырылған Союз МС-28 пилоттық кемесі бар зымыран тасығыштың бірінші сатысы екен. Құлаған бөлшектер радиациялық, химиялық немесе биологиялық қауіп тудырмайды деп мәлімдеді министрліктегілер. Қазір оқиға орнында Роскосмос мамандары, сондай-ақ екі елдің экологтары жұмыс жүргізіп жатыр. Ал мәжіліс депутаты Ерболат Сатыбалды мұндай оқиғалардың қайталануына жол бермеу үшін жауапты ұйымдардың жұмысын қатаң бақылауға алуды талап етті. Оқиғаның барлық мән-жайын дереу анықтап, ұшу траекториясын жоспарлы жіберілген қателіктерге нақты құқықтық баға беру талап етіледі. Ауыл тұрғындарының қауіпсіздігіне, мал шаруашылығына және қоршаған ортаға келтірген ықтимал залалды толық зерттеп, залалды жою мәселесін орындау қажет. Халық орналасқан аумақтар үстімен немесе маңайымен зымыран қалдықтарының құлауына жол бермеу үшін қайтадан қарап, күшейтілген қауіпсіздік регламенттерін енгізу қажет. Оралдықтар дүкеннен тұз таппай жүр, сөйтсек, бұл өнім Ресейдің Орынбор қаласынан келеді екен. Ал олар жеткізуді уақытша тоқтатыпты. Еліміздің сауда және интеграция министрлігінің мәліметінше, батыс қазақстандықтарға ай сайын 90 тоннадай тұз қажет. Сондықтан тапшылық тумас үшін азықты өзіміздің отандық зауыттардан жеткізу ұйымдастырылып жатыр. Қызылорда облысындағы кәсіпорындармен келісім шарт жасалыпты. Ал көрші елден тұз не үшін келмей жатқаны әзірге белгісіз. Гонконгтағы өрттен қаза тапқандардың саны 94-ке жетті. Ғимараттардан табылған мәйіттер түгі қалмай жанып кеткен. Әлі із-түссіз жоғалғандардың қарасы көп. 100-ден аса адам жараланған арасында қызыл жалынмен арпалысып жүрген өрт сөндірушілер де бар. Айта кетейік, Тайпо ауданында күрделі жөндеу жұмыстары кезінде 32 қабатты тұрғын үйден өрт тұтанып, қасқағым сәтте көршілес 6 ғимараттың күлін көкке ұшырды. Алдын ала дерекке сүйенсек, бұл жағдайға құрылыс кезінде пайдаланылған сапасы төмен, төзімділігі нашар материалдар себеп болуы мүмкін. Енді мамандар жөндеуге қатысы бар барлық адамды жауапқа тартамыз деп отыр. Жедел жәрдем қызметкерлерінің өзіне жәрдем керек. Денсаулық сақтау вице-министрі Сенат отырысында фельдшерлердің айлығын айтты. Жұрт үшін жан ұшырып жүретін мамандардың табысы тым төмен екен. Жұмысқа енді кіргендер 180 мың, 10-15 жыл өмірін бергендер 260 мыңға жуық айлық алады. Бұл қайта жалақының жоғарылаған екен. 2020-23 жылы ведомство 30%-ға өсіріпті. Ал көліктің дабылын қосып, қажет болса қарсы бағытпен жосып жүретін жүргізушілер 160 мың теңгені қанағат қылып жүр. Алайда министрлік өкілі жалақының нақты қанша пайызға өсетінін айта алмады. На сегодняшний день қазір бұл мәселе бойынша жұмыстар талқыланып жатыр. Яғни тиісті есептеулер де дайындалады. Менің ойымша, үкімет қолдаса келер жылдан бастап жалақыны көтеруді жоспарлап отырмыз. Алайда жалақының нақты қанша пайызға өсетінін айту ерте. Қазір қаржы министрлігімен нақты көлемді талқылап жатырмыз. Әл-ауқат қорының қателігі әшкере болды. Самұрық қазына 120 миллиард теңгеден астам қаражатты тиімсіз жоспарлаған. Жоғары аудиторлық палата осы акционерлік қоғам мен еншілес ұйымдардың мемлекеттік активтерді пайдаланылу тиімділігіне аудит жүргізген еді. Тексеріс қорытындысында 119 кемшілік тіркелді. Ұйымды трансформациялау бағдарламасы аясында 8 компанияны халықаралық деңгейдегі тиімділікке шығару жоспарланған екен. Алайда мақсат орындалмапты. Ал жоба шеңберіндегі нақты пайда 154 миллиард 500 миллион теңге. Бұл жоспарланған деңгейден 2 есе төмен болып шықты. Және көп кілтипанның бір парасы ғана екен. Стратегиялық құжаттарды тиісінше әзірлемеу, жоғары көрсеткіштерді төмендету фактілері анықталды. Самұрық қазынада ішкі нормативтік құжаттарды жүйелеуге жеткілікті көңіл бөлінбейді. Олардың шамамен 15% қолданылмайды. Қайта қарауды немесе күшін жоюды талап етеді. Директорлар кеңесі жанындағы 5 комитеттің 3-еуі жұмыс істемейді. Ал қор басқармасы жанындағы 7 комитеттің 2024 жылдан бері 2-еуі жұмыс істемейді. Қазақстан Республикасы жоғары аудиторлық палатасы.
Қор тобына 6 деңгейге бөлінген 326 компания кіреді. Оның 41-і өткен жылды шығынмен аяқтаған. 2020-24 жылдар аралығында формальды жұмыс істеген 23 компания болған анықталды. Жалпы аудит нәтижесінде 351 миллион 800 мың теңге көлемінде қаржылық заң бұзушылықтар анықталды. Палата тексеріс барысында парламент депутаттары мен қоғам тарапынан келіп түскен сауалдар ескерілген мәлімдеді. Құжаттар құқық қорғау органдарына жіберілді. Сенатор жол ережесін бұзғандар үшін жеңілдік жасауды тоқтату керек дейді. Үкімет оған келіспей отыр. Депутат бұл мәселеде соңына дейін бармақшы. Өзге де сенатор кеден қызметін қайтармай тынбаймын деп жүр. Парламентте көтерілген бастамалар туралы эфирге шығатын заң мен ел бағдарламасынан көріңіз. Сенбінің кеші Еуразия бірінші арнасы қосылу болсын. Айыппұлға 50% жеңілдікті алып тастау керек деген сенатордың ұсынысын үкімет қабылдамады. Жақын арада енбейді бірақ ол. Қазіргі проекттерде әлі жоқ. Өзгерту керек деп санаймын. Шекара бойында триллион айналады. Қазына толмайды, кеденде адам көп, маман жоқ. Кеден деп сөйлейміз. Елімізде кеденші жоқ. Міндетін атқарады, жарақат алады, өзі жауап береді. Жұмысшының құқын кім қорғайды? Жұмыс беруші ол әрқашанда оның адамдары да көп, оның заңгерлері де бар, оның қолдауы. Заң мен ел сенбі 20:30-да. Елордада ауыл әкімдерінің форумы өтіп жатыр. Диалог платформа форматындағы жиынға мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев қатысып, кездесудің маңыздылығы туралы сөз сөйледі. Президент ауылды өркендету, әкімдер институтын одан әрі жетілдіру, еліміздің саяси және әлеуметтік экономикалық дамуы секілді маңызды мәселелері туралы пікір білдірді. Мұндай шараның мақсаты мемлекет пен жергілікті билікті жақындату, әкімдердің тәжірибесін арттыру, проблемаларын тыңдап, бірлесе шешу жолдарын қарастыру. Бүгінде еліміз бойынша 2334 ауыл әкімі сайланған. Форумға қатысқандар өз ауылдары туралы баяндап, алдағы жоспарларымен бөлісті. 2026 жылда бізде алға қойған мақсаттарымыз бар. Мен жаңа айттым, сайлау алып бағдарламада көрсетілген жолдың сапасын арттыру, сапасын арттыру мәселесі. Осы бағытта біз жұмыстанамыз. Жалпы алдағы межеде жөнделген жолдардың 100%-ға жеткізу. Және халықтың әл-ауқатын арттыру басты мақсат. Келесі жылы біздің ауыл округіне КДЦ дейді, культурно-достық центр салынайын деп жатыр. Содан кейін ауыл әрбірге ауыз су тартылайын деп жатыр. Сонымен 26 жылда осы алға қойған мақсаттар орындала ма деп өзім үміттенемін. Әзірге айтарымыз осы. Күннің басты ақпараттары кешкі сағат 18:30-да Еуразия бірінші арнасы қосылу болсын.